Сәлем қыздар, бүгін пипай тортын жасайтын боламыз. Кремния, творожный сыр, сахарный пудра, сливки қосатын боламыз. 75 грамм қантқа 2 жұмыртқа қосып, 2 есе үлкейгенше көпішті аламыз. Сосын шоколадпен сармайды ертіп, микроволновка дейді, оны қосамыз тестасына. Какао разрыхлитель 100 грамм ұнменен араластырып, былай теста жасаймыз. Корждарын 3 корж шығады. Осылай әдемілеп печкаға салып, пісіріп алыңыздар. Крем дайындаймыз, сахарный пудра саламыз, творожный сыр саламыз, араластырып, сливки салып, қою ыдыстан төгілмейтіндей көлемге келтіреміз. Былай тестаны жинаймыз, сосын әдемілеп тұрып, кремдерін жағып, өте дәмді торт шығады. Қыздар, жасап көріңіздер. Осылай жинап аласыздар. Екінші коржды қойып, тағы да жинап, сосын үстіне шоколад пенен сармай азғана сливки, 1 граммдық сливки қосып, осылай сендіріп шығамыз. Өз ойларыңызды, фантазияларыңызды өте дәмді торт шығады. Істеп көріңіздер.